Сәлем достар, менің артыма қош келдіңіз. Бүгін осындай шоколадты қыз тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 желания сгущенкасы мен вареная сгущенка керек болады. Немесе бірыңғай вареная сгущенка пайдалансаңыз болады. Бізге S1 категориясындағы 4 жұмыртқаны сгущенканың үстіне салып, миксердің жай жылдамдығыменен миксерлеп бастаймыз. Қол миксер болатын болса 10 минут миксерлейсіздер, ал осындай планетарный миксер болатын болса 5 минут миксерлесеңіздер жеткілікті. Бес минут уақытымыз өткеннен кейін миксерді тоқтатып, електен өткізілген ұнымызға нан содамызды қосып араластырып, 2 құрғақ затты осы сұйықтыққа қосатын боламыз. Миксердің жай жылдамдығымен бастап миксерлейсіздер. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, бір ұнымыз жақсы араласса болғаны. Менің каналыма қолдау ретінде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын, және қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің видеоларым сізге бірінші болып көрінеді. Алдағы уақытта да көптеген тәттілер мен түрлі ыстық тағамдардың видео рецептілері болады. Енді осылай ұнымызды салып, 1 келкі масса болғанша жақсылап тұрып миксерлейміз. 1 минутқа жеткізбейміз, көп миксерлеудің қажеті жоқ. Неге біздің тестамыз дайын болды, бізге керекті сұйықтық осындай болу керек, қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай керемет теста шығады. Енді пергаментный бумагамызге мендегі теста 4 корж шығады. Сіздер 5 немесе 6-ға пісірсеңіздер болады. Жұқалығына, қалыңдығына байланысты. Осылай көз өлшемімен өзім 4-ге бөліп жасадым. Егер көз өлшемімен жасай алмайым десеңіздер, онда бір кесеге немесе стакандарға құйып, бірдей қылып бөліктерге бөліп алып, осылай пергаментный бумагалерге жайсаңыздар болады. Осылай лопатка болса, лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен 1 келкі қылып жайып шығыңыздар. Бір жер қалың, бір жер жұқа болып қалмасын. Осылай 1 келкі қылып жайып 180 градуста 10 минуттан пісіріп алатын боламыз. Осы кезде біздің пешіміз қызып тұру қажет. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты, өте керемет қып-қызыл болып 10 минуттан әрқайсысын пісіріп алдым. Енді осыны кремін жағып тортты жинайтын боламыз. Менде осындай барлық тортқа кететін универсальный крем. Бұл кремнің видео рецептісін описанияға сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай мешокқа кремімізді бөліп салып, торттарымызды кольцода жинайтын боламыз. Тортты осындай кольцоға жинаймыз, немесе кольцо болмаса кәдімгідей қабат-қабатқа жинай берсеңіздер болады. Міндетті емес кольцо болу. Содан кейін корждарымызды біз байқадыңыздар теріс қаратып салып жатырмыз. Себебі астыңғы жағы тегіс болады. Осылай теріс қаратып салғандарыңыз дұрыс. Сосын вареная сгущенканың ішінде қалған түптерінде қалған сгущенканың үстіне суды құямыз. Қайнаған суды, оны суытып, осындай сироп жасаймыз. Корждарымыздың бетіне жағып шығамыз. Өте жұмсақ, кремі күшті сіңіп тұру үшін осылай сиропты жағатын боламыз. Осылай сиропымызды жағып, енді кремімізді кондитерский мешоктың көмегімен осылай жағып шығамыз, және қасықтың көмегімен оны жайып шығатын боламыз.
Дәл осылай 4 корждарымызды да жинап аламыз. Кремін жағып болғаннан кейін міндетті түрде бетін салафанмен жауып 8 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сол кезде креміміз біздің жақсы сіңіп, өте корждарымыз жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде бір түнге қалдырыңыздар, немесе 8 сағат холодильникке қойғандарыңыз өте дұрыс. Енді бетіне ганаш дайындадық. Ганаш бізде Қазақстан шоколады және сұйық майды қосып микроволновкада ерітіп алдым. Енді осылай 8 сағат холодильникте тұрған тортымыздың үстіне осылай шоколадты құйып, лопатканың көмегіменен тегістеп бетіне жайып шығатын боламыз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мен осылай топперлерді қойып шықтым, және шоколадтан осындай игрушкаларды жасадым. Бұл топперлердің жасалу жолы және шоколадтан осындай фигуралардың жасалу жолы описанияға сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Топперді де үй жағдайында өте жақсылап тұрып жасауға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте қолжетімді торттардың бірі. Ас болсын барлықтарыңызға.